Достар, кино басталмай тұрып, Айба-шайба каналына тіркелулеріңізді сұраймын. Бұл каналда күнделікті ғажап адамдар туралы әңгімелер айтылуда. Күнделікті жаңа видеолар шығады. Қазақша контентке үлес қосып тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сілтемесі төменде. Ал біз бастаймыз. Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 1999 жылғы шыққан «Убить мисс Стингел» фильміне шолу талдайтын боламын. Басты кейіпкер Лиен жазушы болуды армандайтын орта мектеп оқушысы. Оны жалғыз басты анасы тәрбиелеген. Кейде ол жұмысында көп бөгеліп қалады. Қызға жақсы оқып, көп балл жинау керек. Тек сонда ғана ол оқуға түсіп, бұл жағымсыз жерден, яғни өзінің қаласынан кете алады. Жақында бітіру кеші болады. Эннің құрбысы мектептегі ең бұзық жігітке өз сезімін білдіреді. Ал дәлізде барлық оқушылар Тингел ханымға жол беруде. Одан басқа мұғалімдер де одан жасқанды, тіпті директорға дейін. Бүгін ол оқушылардың жобаларын қабылдайды. Сыныптағы бір қыз актриса болуды қатты армандайды. Сондықтан да ол Мерлин Монроның рөлін ойнап шығады. Алайда бұл Тингел ханымды таңқалдыра қоймады. Ал бір жігіт шын арбалет жасап, онымен қолданып көрмекші болады. Бірақ ол бұл әрекетімен бір қызды өлтіріп қоя жаздады. Демек бұл оқушы да қабылданбайды. Ал Люк есімді жігіт стол үстіне қарапайым, өзі жаңа ғана сырттан тауып алған тасты қояды. Мұғалім оны дәл өзінің әкесі сияқты жолы болмағыш деп кемсітеді. Ендікі кезек Лиенде. Лиен 360 тарихи оқиғаларды жатқа айтады. Бірақ бұл өзімшіл ханымға әсер етпейді. Тингел ханым Энге жақсы баға қоя ма жоқ па бұл белгісіз. Алайда бұл баға Эн үшін өмірінің басты мақсаты. Әрі бұл оның бітіру кешінде сөз сөйлеуінде байланысты. Нәтижені көрген қыздың көңіл күйі түсіп кетеді. Себебі ол екінші орында, ал басты орын Тру Такердікі. Қызға басты зауыч пен оның сары шашты құрбысы қолдау көрсетеді. Қыздар стадион еденінде имтиханға дайындалып жатқанда, оларға Люк келіп, мұғалімнен ұрлап алған қорытынды тесттердің парақшасын көшірмесін көрсетіп, оны байқатпастан Эннің сөмкесіне салып қояды. Осы кезде Тингел ханым келіп, кетіп бара жатқан қыздың сөмкесіндегі қағазды көріп қалады. Оны оқыған мұғалім бірден директорға бет алады. Алайда онымен кездесу мүмкін болмады. Тек таңертең ғана директор бос болды. Үш дос түнде мұғалімнің үйіне келіп, енді ақтап алмақ болады. Бірінші оның құрбысы барып, қағазды өзі алғанын айтады. Себебі оның анасы ауру, ол анасының бітіру кешіне қатысқанын қалайды. Тіпті ол өтіріктен жас шығарып та қойды. Жалкий спектакль. Алайда өзімшіл мұғалім бұған алдана қоймады. Келесі Эн келіп, тағы да оны көндірмек болды. Ал артынан Люк келіп, қағазды өзі алғанын мойындады. Үш оқушы директорге бармауды талап етіп жатқанда, мұғалім оларды кемсітіп, полиция шақырамын деп қорқытады. Бірақ оны Люк арбалетпен қорқытады. Тингел ханым қорықпастан оны бір ұрып, арбалетті алып алады. Осылай төбелес басталып кетеді. Бір кезде арбалетті сары шашты қыз алып үлгерді. Ол оны байқамай атып жіберді. Мұғалім құлап, жарақаттанып қалады. Жағдай бақылаудан шығып кеткендіктен бәрі шошып кетті. Олар мұғалімді төсегіне жатқызып, жарасын таңып байлап қояды. Люк үйді өртеп жібермекші. Үйге оралған Эн анасын көріп, докладпен бәрі дұрыс және ол ең бірінші орындамын деп өтірік айтады. Ал екі оқушы мұғалімнің үйінде қалды. Оянып кеткен Тингел ханым сары шашты қызға бұл тек оқыс оқиға деп және өзінің босатуын өтінеді. Әрі оларға ренжімедім дейді. Бірақ екі қолы босаған ол бірден қызға тап берді. Осы кезде Люк келіп арбалетпен қорқыта бастайды. Ол үйде Люктің барын да білмеді. Енді оны алғашқысынан да қатты байлап қойды. Тіпті аузына жіп байлап тастады. Мұғалім Люктің қызды қалай сүйгенін көрді. Таң атты. Эн мұғалімнің үйіне барады. Люк итке тамақ береді. Эн тағам жасап, ал Джулин сахнаға шығуға дайындық жасап жатыр. Қыз мұғалімнің дауысын салып хатшыға қоңырау соғады. Және бірінші күн жұмысқа шыға алмайтынын, себебі ауырып тұрғанын айтады. Думаешь, что-то серьезное? Надеюсь. Эн мектепке барады. Мектепте сабақта тек Лиза жауап береді. Үйде тіпті теледидар болмаған соң Джулидің іші пысады. Ол енді мұғаліммен ойнамақшы. Боже, как скучно. Отличный день для изгнания нечистой силы. Вам обязательно надо купить телек. Мектепте Люк Эннен кешірім сұрайды. Джулин Тингел ханымға бас ауруға қарсы дәрі береді. Мұғалім, егер бәрі шындықты білсе, сен әрдайым екінші орын болып қаласың. Және мен Люкті тартып аламын деп оның ашуына тиеді. Люк мұғаліммен фотоға түсіп, кейін сол суреттермен оны шорқытпақшы. Ал олардың сөздерін Тингел ханым қабырғадан естіп жатыр еді.
Энн оның бөлмесіне келіп, өзінің докладын тауып алады. Қағазда ең төме баға қойылған екен. Люк мұғалімге тамақ беріп, ал өзі вино ішті. Мұғалім оны алдамақшы болып, Энн туралы әңгіме бастайды. Байқамастан Люк оған үлкен сырын айтып қояды. Енді түсілім уақыты келді. Бірақ осы кезде үйге физрук келіп қалады. Ол мұғалімнің ауырғанын естіп келген. Әрі ең жаманы ол қосымша кілттің қайда жатқанын біледі. Ер адам Тинглдың бөлмесінің есігін ашпақ болғанда, Джули тағы да дауысын өзгертіп, оны кіргізбейді. Ну это же я, Шалун. Что ты хочешь, шалун? Я соскучился по моей горячей мамочке. Бірақ ол кетер емес. Ақырында еркек астыға түседі. Қыз Тинглдың киімін киіп, әтірін сеуіп астыға түседі. Физрукқа көзін жұмуды айтып, ал кейін оны байлап тастайды. Енді оған вино беріп, есінен тандырмақшы. Алайда ол виноға масайып қалатын адам болмай шықты. Бір уақытта вино беріп отырған Люктің қолын ер адам ұстап алып, оны иіски бастайды. Ал кейін оны сүйіп алады да ұйықтап кетеді. Жастар оны Тинглдың қасына жатқызып қояды. Бір мәселе, физрук үйленген, сондықтан Тингл ханым ұрыстан қаша алмайды. Бір уақытта ол оянып, қайта ұйықтап қалады. Не делай этого, Лен. Ты разрушишь его жизнь. Мұғалім оқушыларына бұлай істеп, оның өмірін құртпауды сұрайды. Алайда суретке Люк түсіріп алады. Енді еркекті үйден шығарып тастау керек. Энн мен Люк бірге оны алып кетеді. Ал Джули Энн мен Люктің көп оңаша қалатындарына ашулы. Оның үйіне апарып, Энн оның ештеңеден күдігі жоқ әйелін көреді. Ал Джулиге Тингл ханым өзінің қайғысын айтады. Ол физрукты ұнатады, ал оның күйеуі тастап кеткен, әрі оның көзіне шөп салған. Бұл оқиға Джулимен қайталануы мүмкін дейді. Ол Джулиге оның құрбысы мен жігіті кездесіп жүр деп алдайды. Бұл жолы ол қызды алдай алды. Джули жылап, бөлмеден шығып кетті. Екеуі келгенде Джули үйде болмады. Похоже, ей надоело быть твоим прихвостнем. Энн мұғалімді оның өмірін құртқысы келеді деп ойлайды. Себебі ол ешқашан басқа елге саяхаттап көрмеген. Және кәрі, сол үшін ол жастарды кемсітеді. Тингл ханым оны да қорқыта бастайды. Ол оған сен төмен баға алудан, екінші болудан, анаңмен мәңгі бір шалада қалып қоюдан, және жігіттермен олардың отбасынан қорқасың, себебі сен бала көтерсең өмірің бұзылады дейді. Энн ашуланып Люкпен ұйықтайды. Дауыстарын естіп, Тингл ашуланып төсекті сындырып жіберді. Түнде Энн журналдағы бағаларын өзгертіп, оны қайта мектепке апарып қояды. Сабақта Джули Эннге мән бермейді. Ал әрдайым бірінші болатын қыз бағаларды төмендеп кеткені үшін шу шығарады. Көңілді Люк мұғалімге тамақ беру үшін бөлмеге кіреді. Алайда кіре салып басынан соққы алады. Ал мектептегі хатшыға Тингл қоңырау шалып, бағалардың өзгертілгенін айтады. Энн Джулиге шындықты айтып, Люкпен ұйықтағанын айтады. Ал ол құрбысына енді көмектеспейтінін айтып кетіп қалады. Үйге келген Энн Тинглдың орнында Люкті табады. Ал төменге түскен қыз мұғалімді көреді. Ендігі ол директорге хабарласып, келуін өтініп үлгерген. Ол арбалетті алып қызды атпақшы. Бірақ бұл уақытта Джули пайда болып, мұғалімнің жағына өтеді. Кенет ол Тинглді итеріп жіберіп, қолындағы арбалетті алып алады. Бірақ оның оғы Тинглдың қолында қалды. Тингл енді ары-бері сүйреп ұра бастайды. Бірақ байқаусызда өзі баспалдақпен құлап кетеді. Ол тірі қалып, енді қылқындыра бастайды. Қашып бара жатқан оны атамын деп, аяқ асты келген сүйікті оқушысына оқ тигізеді. Директор келіп қалып таң қалады. Тингл оған енді атқысы келіп, оқ басқаға тиіп кеткенін айтады. Аяқ асты Тридитаке тұрып кетеді. 4. Директор өзінің жұмысшысын қуып жібереді. Ал Энн бітіру кешінде сөз сөйлейді. Көріп тұрғаныңыздай, жастар жасаған істері үшін мүлдем жазаланбайды. Фильм ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған кино жолы арнасы. Келесіде кездескенше.